Бақыттың үш құрылымы. Бақыт үш нәрседен тұрады. Жаратқанға ризық білдіруші жүрек, жаратқанды еске алушы тіл және шыдамды дене. Бақыт туралы қаншалық көп оқығанымен, өзің оны көздеп қадам жасамасаң, оған ие болу үшін әрекет етпесең, онда ол саған өзі келмейді. Кісінің бақытты болуына не жәрдем береді? Жасаған жақсы істер. Сондай-ақ мейлі ер немесе әйел болсын, кімде-кім мүмін бола отырып, Алланың разылығына бөлейтін, сауапты да игілікті істер істесе, міне, солар жанатқа кіреді. Онда олар қисапсыз ризық несібеге, көз көріп, құлақ естімеген, ешкімнің ойына да кіріп шықпаған сан алуан нығметтерге бөленеді. Мүмін сүресі 40 аят. Жақсы тақуа әйел. Уа Раббымыз, әйелдерімізді және үрім-бұтағымызды тура жолға салып, көз қуанышымыз еткейсің. Һәм бізді тақуалықта өзгелерге иман, жетекші әрі үлгі өнеге қылғайсың. Фұрқан сүресі 74 аят. Кең үй. Я Алла, менің үйімді кең қыл. Хадистен. Адал ризық. Әлбетте, Алла өзі таза, сондықтан ол адалдан басқа нәрсені қабыл алмайды. Хадистен. Басқалардың жақсы көруін және сый құрметін тудыратын көркем мінез. Міне, қайда болсам да адамдарға жақсылық құт береке әкелетін мүбәрак жан қылды. Мәриям сүресі 31 аят. Имандылардың ең жақсылары көркем мінезділері. Қарысыз болу және ысыраптан бас тарту. Алған өнімдеріңді орынсыз жұмсап, бейберекет шашып, немесе дұрыстап сақтамай ысырап қылмаңдар. Өйткені Алла ысырапқорларды еш ұнатпайды. Әнғам сүресі 141 аят. Қолың тым тар да, тым ашық та болмасын. Яғни шектен шыққан сараң да, ысырапқор да болма. Әйтпесе жүрген жеріңде жазғыруға толы сөз естейтін, әрі қолындағы барыңнан айырылып, қасірет шегетін күйге түсесің. Исра сүресі 29 аят.